Тақырыбы қарыздан қайратқа, кредиттен миллионерге. Бір сәт елестетіңіз. Сіз банк алдында отырсыз. Қолыңызда келісім, жүрегіңізде қорқыныш. Егер төлей алмасам ше деген ой маза бермейді. Бірақ дәл сол сәтте кейбір адамдар осы сәттен өз өмірін мүлде өзгертті. Мысалы, ақш-тағы бір жас жігіт өз бизнесін бастау үшін банкке барып, небәрі $15,000 кредит алды. Ол ақшаны киім тігу шеберханасына салды. Бір жылдан кейін сол шеберхана интернет арқылы киім сататын үлкен брендке айналды. Бүгінде ол миллионер. Ал бәрі тек бір қағаз, кредит келісімінен басталған еді. Индияда бір әйел азық-түлік дүкенін ашу үшін банктен шағын несие алды. Күн сайын еңбек етті, ұйқысыз түндер өткізді. Бірнеше жылда ол дүкендер желісін құрды. Қазір оның табысы айына бірнеше миллион рупий. Ол: кредит менің қорқынышым емес, менің алғашқы серіктесім болды дейді. Біздің елде де сондай мысалдар бар. Бір қазақ жігіті кредитке кофе машина сатып алып, кішкентай бұрышта кофе сата бастады. 6 айдан соң ол өз шағын кофеханасын ашты. 2 жыл өткенде желіге айналды. Қазір оның табысы өз армандарынан да биік. Олардың барлығын біріктіретін бір қасиет бар: сенім. Олар кредитті байлық емес, мүмкіндік деп қарады. Кредит сені байытпайды, бірақ ол бастау береді. Байытатын сенің ойың, табандылығың, сенімің мен еңбегің. Есіңде болсын, байлықтың кілті ақшада емес, қорқынышты жеңуде. Көп адам қарыз сөзінен шошиды, ал миллионерлер мүмкіндік деп көреді. Біреу өз арманы үшін күреседі, ал біреу тәуекел деп бастайды. Кім ұтады? Әрине, әрекет еткен адам. Егер сенің арманың болса, қорықпа, кредиті емес, өзіңді басқаруды үйрен. Сенің қолыңда күш бар, ол сенім мен еңбек. Бүгін бір қадам жаса, ертең тарихыңды өзгертесің. Сен де жасай аласың. Кредит сені байытпайды, бірақ сенің батылдығың сені миллионер етеді.